Бауырсақ ертегісі. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Бір күні шал кемпіріне былай дейді: Кемпірім-ау, кемпірім, қамба түбін қақсаңшы, елеуішпен елеші, қарын ашқан шалыңа бауырсақ пісіріп берсеңші. Кемпірі қолына қалақшаны алыпты, қамба түбін қағыпты, елеуішпен елепті, табақшаға салыпты. Екі уыс ұн болыпты. Қаймаққа ұнды илепті, дөңгелектеп алыпты, ыстық майға салыпты. Бауырсақты піскен соң атай баппен жейді деп суытуға қойыпты. Бауырсақ суып тұрып бір кезде домалай жөнеледі. Бір кезде оған қоян жолығып бауырсаққа: Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін депті. Бауырсақ оған былай дейді: Жей көрме мені, қояным, ән айтып берем, тыңдағын. Жарайды ендеше, айта ғой, дейді қоян. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңіл шат, қамба